Сәлем, баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен мен қызықты барнас 28 оқырман көп рахмет. Бүгінгі блогта мен інінен миллиардер Нұрдәулет ағамыз туралы қозғайтын боламын. Ендеше кеттік. Нұрдәулет ағамыз 1997 жылы дүниеге келген. Негізі Жаңақорған ауданында, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында дүниеге келген. Алайда кейіннен Кентауға, яғни Түркістан облысы Кентау қаласына қарап көшкен деседі. Сол жақта тұрған. Нұрдәулет ағамыз ең алғашқы 16 жастарында блогерлікті бастаған. Ең алғашқы ол Инстаграмнан бастап кетпеген. Ол ең алдымен NNN Live TV YouTube арнасында қаншама пранк түсірген, кейіннен реакция түсірген, вайн түсірген. Көп енді айта беретін болсақ. Сол NNN Live TV'да қаншама еңбекті жүзеге асырған. Кейіннен Нұрдәулет ағамыз вайнерлердің қатарына қосылып, Сажол, Ахуан Бержан, Алишер Қонысбаев секілді вайнерлердің қасына қосылып, кейіннен өзі де вайнерлік саласына бет бұрған. Кейіннен қазір блогерлікке жайлап ауысып келе жатыр. Нұрдәулет ағамыз туралы айтатын болсақ, бұл барлығымыз білеміз, миллиардер Нурик атымен танылған. Нұрдәулет ағамыздың іні Бек, қателеспесем, Бағдәулет. Бағдәулет. Нұрдәулет ағамыздың толық аты жөні Нұрдәулет Бектұрсын. Ол халыққа інінен атымен танылған, яғни ол кейіннен Азафаза ағамызбен, яғни енді блогер ағамызбен кейіннен өзі бір ән жазған болатын. Детка в кепка деген. Сол әні хит болып, кейіннен осылайша осындай миллиардер атағын алған. Бұл қазақтың ең мықты блогері. Бұл мен үшін. Көп рахмет.